Анадан туған баласы қандай, таулары биігі, жайлауы шексіз, қазақтың дархан даласы қандай. Тау қызғалса да тұрағым сенсің, адассан табар шырағым сенсің, тұғырлы еліме туғаннан бері жер бетіндегі жұмағым сенсің.
Армысыздар, қадірлеменді Кеңсай ауылының тұрғындары. Астана күнінің мерекесіне арналған мәдени көпшілік шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Міне, бүгін өздеріңіз куә болып отырғандай, Кеңсай ауылында Астанамыздың 25 жылдық мерейтойына арналған қазақтың ұлттық киімдерін насихаттау мақсатында ауылымыздың қарттары, әжелер клуб мүшелері, ауылымыздағы мекеме қызметкерлері, ауыл тұрғындары, мектеп оқушыларының қатысуымен шеру болып өтті. Барлықтарыңызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Астана қаласының негізі 1830 жылы Есіл өзенінің жағасында қазақ-орыстар әскерлері негізін қалаған бекіністен бастау алады. Алғашында Ақмола әскери бекініс атанған елді мекенге 1862 жылы округ мәртебесі берілді. 1868 жылы уезд орталығына айналды. Еліміздегі тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде Ақмола облысымен бірге қаласы да елеулі өзгерістерге ұшырайды. 1960 жылы 26 желтоқсанда тың өлкесі құрылып, Ақмола оның орталығы болады. Қала атауы Целиноград болып өзгертіледі. Құрметті ауылдастар, қадірменді жерлестер, енді бүгін баршаңызды еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің түлегі, Астанамыздың 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Міне бүгін көрдіңіздер, бүкіл Кеңсай ауылы, Кеңсай халқына жиналып, ауызбіршілікті көрсетіп, біршілігін көрсетіп, Астана күніне шеру өткіздік. Енді бүгінгі мерекеде баршаңызға, отбасыларыңызға амандық, ауылымызға осындай ауызбіршілік, берекелік, әрқашанда әр бастаған бастама істеріміз сәтті болып, ауылымыз көркейіп, өркендей берсін. Енді бүгінгі мына шараны ұйымдастыруға атсалысқан әжелер клубы, әйелдер кеңесінің төрайымы Сандуғаш апайға, ауылымыздың ақсақал жас келіндеріне әкімшілік атынан алғысымды білдіремін. Баршаларыңызға мерекелеріңізбен. Салғын баулары жанымды менің тербеді, ей баурадым. Әзбабым қонып жайлаған, тарихтың өзі сайраған, анамдай төккен мейірім жайнаған, ол айналам. Ол менің елім мекені, жазып тастан, бұл менің алтын бесігім, туған жер жұмақ мекенім. Менің елім мекенім, әрдайым мақтан етемін. Көгілдір ашық аспан, қойғандай жазып дастан, бұл менің алтын бесігім, туған жер жұмақ мекенім.
Aspанымыз ашық болсын, әрқашанда ауылымыз өсе берсін, бала шағамыз көбейе берсін, әрқашанда барлықтарың дендерің сау болсын. Әумин. Әрдайым мақтан етемін, көгілдір ашық аспан, қойғандай жазып дастан, бұл менің алтын бесігім, бұл менің елім мекенім. Әрдайым мақтан етемін, көгілдір ашық аспан, қойғандай жазып дастан, бұл менің алтын бесігім, туған жер жұмбақ мекенім. Апалар, ағалар, мерекелеріміз құтты болсын. Көрген күндеріміз жақсылықпен осындай той болсын. Тойдан толықтай. Кездескенде жақсы сөзімізді, жылы лебізімізді айта берейік. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан бір жылы лебіз деген өлеңді оқи берейін. Тыңдаңыздар, тыңдамаған сөз жетім дейді. Сүтпен бірге анаң мейір емізген. Ақ ниетің кем болмасын теңізден. Гүл өседі күннің уыз нұрынан. Ал адамдар жылы-жылы лебізден. Кім-кімнің үйіне келіп бірісін. Көре тұра көрмегендер құрсын. Нең кетеді дұрыс десең дұрысын. Нең кетеді жақсы десең жақсыны. Бізге жеткен ата-баба сөзінен. Мен ағайын бір даналық сөзінен. Табам десең бір қасиет табасың. Жаман деген жолдастың да өзінен. Жетпейді өмір тіршіліктің дауына. Гүл тұрғыз көңілдердің бауына. Артық емес айтып қойсаң жылы сөз. Досың түгіл кейде тіпті жауыңа. Адамдарсыз адам бағы жанбайды. Көңіл шіркін мейірімге қанбайды. Жылы сөзді артығырақ айта бер. Одан жаның жарыланып қалмайды. Оқасы жоқ өзен көлің тасса. Жігер берер жылы лебіз жазсаң. Адамбыз ғой адам түгіл бұзауда. Сүйсінеді әукесінен қассаң. Сүтпен бірге анаң мейір емізген. Ақ ниетің кем болмасын теңізден. Гүл өседі күннің уыз нұрынан. Ал адамдар жылы-жылы лебізден.